Бұл кішкентай автобус. Ол көк түсті. Кішкентай автобус. Ал бұл үлкен автобус. Үлкен автобус сары түсті. Үлкен сары автобус. Кішкентай автобусқа аз адам сияды. Ал үлкен автобусқа көп адам сияды. Бұл үлкен трактор. Ал бұл кішкентай трактор. Үлкен трактор қатты дыбыс шығарады. Ал кішкентай трактор жай дыбыс шығарады. Бұл кішкентай көлік. Ал бұл үлкен көлік. Екеуі де сары. Бұл такси. Такси адамдарды керек жеріне апарады. Бұл үлкен, орташа және кішкентай КамАЗ. Кішкентай КамАЗ аз жүк тасиды. Орташа КамАЗ көбірек тасиды. Үлкен КамАЗ өте көп және ауыр жүк тасиды. Бұл үлкен қайшы. Ал бұл кішкентай қайшы. Үлкен қайшы үлкендерге арналған. Кішкентай қайшы балаларға арналған, себебі ол қауіпсіз. Бұл үлкен шелек, ал бұл кішкентай шелек. Кішкентай шелекке аз су сияды. Үлкен шелекке көп су сияды. Бұл үлкен сары эскаватор. Ал мынау кішкентай көк эскаватор. Үлкен эскаватор үлкен шұңқыр қазады. Ал кішкентай эскаватор кішкентай шұңқыр қазады. Бұл үлкен шошқа. Ал бұл оның баласы кішкентай торай. Кішкентай торай кішкентай шалшықта шомылады. Ал үлкен шошқаға үлкен шалшық керек. Бұл үлкен сиыр. Ал бұл оның баласы кішкентай бұзау. Үлкен сиырға көп шөп жеу керек. Кішкентай бұзауға аз шөп жеткілікті. Бұл үлкен, орташа және кішкентай жылқылар. Кішкентай жылқы тез шабады. Орташа жылқы жай шабады. Үлкен жылқы баяу жүреді. Бұл доптар. Олардың түсі бірдей. Екеуі де күлгін. Өлшемі де бірдей. Ал мына доптардың өлшемі бірдей, бірақ түстері әртүрлі. Біреу сары, біреу көк. Бұл текшелердің өлшемі бірдей, бірақ түстері әртүрлі. Біреу қызыл, біреу қара. Бүгін біз үлкен, орташа және кішкентай заттарды үйрендік. Көргендеріңізге рахмет. Сау бол!